Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымда түсінде босану немесе туу қалай жорылады? Ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Босану туралы түстің мағынасы босанған адамның кім екеніне, қанша болғанына және дүниеге кімді алып келгеніне қарай өзгереді. Ер адам үшін баланың тууы сәттілікті, істерінің алға басатынын, олжалы болатынын білдіреді. Жас қыз үшін бұл түс керісінше жамандықты хабарлайды. Біреу оның арына қол сұғып, өсектер тарату арқылы беделі аяқ асты еткісі келеді. Жүкті әйел түсінде өз толғағын көрсе, екі қолын кісендеп тұрған қиындықтан тез әрі оңай құтылады. Ұзақ және ауыр толғақ шынайы өмірдегі қиындықтар мен бітпейтін шаруалардың белгісі. Егер түсіңіз сәтті аяқталса, тыңдырылған жұмыстарыңыздан оң нәтиже күтуге болады. Түсіңізде ұл босану, сәттілік, қаржылай табысқа баланасыз. Тек белсенділік пен қызығушылық танытуыңыз керек. Өзіңіздің материалды жағдайыңызды тұрақтандыра аласыз. Ұл бала әрқашан қуанышты жаңалыққа және бақытқа балайды. Ұл бала жақсылықты білдіреді. Түс көрушінің лауазымы жоғарылап, қоғамдағы орны өседі. Бойдақ қыз бұл түсті көргеннен кейін тұрмысқа шығу туралы ұсыныс қабылдайды. Науқас бала отбасындағы ұрыс пен жағымсыздықты білдіреді. Жоспарланбаған ұл нашар көңіл күйді, бос әурені және себепсіз байбаламды хабарлайды. Дүниеге ұл әкелу жаңа идеяның пайда болуымен тұспа-тұс келеді. Сонымен бірге тез арада қамданып, белсенділік танытсаңыз, жағдайыңыздың жақсаруға мүмкіндік ашылады. Ұл бала бәсекелестіктің белгісі, сондықтан жеңіске жету үшін өзіңіздің артықшылығыңыздың туралы баршаға жариялап, өзгелермен күресуден қорықпаңыз. Табанды еңбегіңіз үшін тағдыр сізді міндетті түрде марапаттайды. Ұл бала өзгерістердің белгісі. Түсіңізде қандай көңіл күйде болдыңыз, соған қарай түстің мағынасы да өзгереді. Қапалы болсаңыз, жоспарларыңыз сәтсіздікке ұшырайды. Бойдақ қыз үшін бұл түс оның ана атануға дайын екенін білдіреді. Болашақта ұл баланың анасы атанып қалуы әбден ықтимал. Ұл баланы дүниеге әкелгеннен кейін түс көрушінің кәсіп пен іскерлікте жолы болады. Баланы үйде босансаңыз, отбасыңызда бақыт пен береке орнайды. Біреудің ұлы туғанын көру, жанға жайлы кездесуге, саяхатқа және қуанышты жаңалыққа, сонымен қатар қиындықтардың оңай шешіліп, бай әрі беделді қамқоршыға ие болуға. Әмбебап түс жору бойынша бойдақ қыздың ұлды болуы жеке өмірдегі сәттілікке, байлыққа, таныстар мен арадағы жақсы қарым-қатынастарға, тұрмыстағы әйелге, жанұядағы береке мен қуаныштың сәттердің көп болуына, отбасындағы айқай-шудың бәрі басылып, тыныш өмір басталады. Ол бала тек қана жеке өмірдегі ғана емес, жұмыстағы да табысты және берекені білдіреді. Дүниеге келгеннен кейін нәресте бірден сөйлеп кетсе, өмірде қиындық пен еш қайғы көрмейсіз. Егер босанушы сіздің анаңыз болса, ол жұмыста сіздің көмегіңізсіз үлкен табысқа жетеді. Сіздің қызыңыз болса, отбасылы өмірі жайлы болады. Ұлды болу жоғарғы күштің оң белгісі. Тағдыр сізге оң көзбен қарап, туындаған қиындықтарыңыздың бәрі оңай шешіледі. Ұл баланы туғаннан кейін бірден байып кетпейсіз. Ол үшін тынымсыз еңбек ету керек. Түс тек қана қазіргі ыңғайлы сәттің туғаны туралы хабарлайды. Кез келген жағдайда тиімді сәт үлкен рөл атқарады. Уақытты барынша қолдана білу керек. Ұл баланы босанғанын көру әйел адам үшін еркектермен, әкесі, ағасы, күйеуі, ғашығымен қарым-қатынасы жақсаратынын білдіреді. Мүмкін солардың бірі армандарыңыздың орындалуына көмектесер. Өміріңіздегі ер адамға көбірек көңіл бөлуіңіз керек. Солардың арасында жағдайыңыз жақсарады.
Жас қыз ұлды болғанын көрсе, жақын арада тұрмысқа шықпайды, бойдақ өмірдің қызығын өткізіп алмасын. Жүкті әйел бұндай түсті көргеннен кейін еш уайымдамасын, толғағы жеңіл өтеді. Некесіз бала сізді таныстарыңыздың сыйламайтындығы, үстіне олардың арасында беделіңіз төмен. Қыз баланы дүниеге әкелгеніңізді көру жайлы өмірге, қуаныш пен отбасыңыздағы береке. Әдетте бұл түсті жүкті әйелдер не қызды болғысы келетіндер көреді. Бойдақ қыз қызды болғанын көрсе, намысының аяққа тапталатынын өзі кінәлі болады. Тұрмыс құрмаған әйелдер үшін бұл түстің тағы бір баламасы бар. Аяқ асты қуанышты хабар естиді. Жүкті әйелдердің толғағы жеңіл өтіп, дені сау бала туады. Қыз туу таң қалуға, жағымды істерге және шынымен де қызды болуға, жалпы баланы босану өте қуанышты, жағымды, мейірімді құбылыс. Сондықтан түстің мағынасы да жақсылыққа жорылады. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма подписаться жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.